Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге қазаққа керек арнасы. Бүгінгі тақырыбымыз өзінің батылдығымен 7 адамды өрттен аман алып қалған батырымыз жайлы болмақ. Нұр-Сұлтан қаласында елордалық полицей 7 адамды, оның ішінде 2 баланы өрттен құтқарып қалды. Ерлан Жаңабаев есімді тәртіп сақшысы ішкі істер органдарында қызмет атқарып келе жатқанына осымен 17 жыл толыпты. Бірінші ақпан күні ол Орныкөл көшесінде орналасқан жатақхана жақтан шыққан түтінді көріп қалған. Полиция қызметкері еш саспастан адамдарды құтқаруға асықты. Бұған қоса ол өрт сөндіру қызметіне хабарласып үлгерген. Өрт сөндірушілердің келгенін күтпестен ол отқа оранған ғимараттың ішіне адамдарды эвакуациялауға кіріскен. Олардың ішінде қарт адамдар мен балалар да болған. Ерлан Жаңабаев 7 адамды құтқарып алған. Арасында кәмелетке толмаған 2 жеткіншек бар. Қазіргі уақытта өрттің себептері анықталуда. Бұл туралы полиция офицері кейіннен ғана айтып берді. Оның өзінде бұл жағдайға куәгерлердің сөздерінен соң белгілі болды. Өрттен аман қалғандар инспектор болмаса жағдайымыз қиын болар ма еді деп айтқан. Полицей берген сұхбатында өзі ерекше іс жасамадым. Бұл менің жұмысым деп кішіпейілдік білдірген. Полицияда қызмет істеу күнделікті адамдарға жәрдем беру деп ойлаймын. Мен өз әрекетімді таңғаларлық жайт деп есептемеймін. Мұндайға тап болған кез келген инспектор дәл осылай жасайтын еді, дейді Ерлан Жаңабаев. Жергілікті Сарыарқа аудандық полиция қызметінің бөлім басшысы Марат Өмірбаев полицейді қарапайым әрі парасатты адам екендігін айтып отыр. Сөзінше Ерлан Жаңабаев өз ісіне берілген нағыз қызметкер екен. Әрқашанда елім дейтін, жерім дейтін, көмек қолын созуға асығатын Ерлан Жаңабаевтай жүрегінде иманы бар азаматтарымыз көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.